Абайдың 7-ші қара сөзі. Жас бала анадан туғанда екі түрлі мінезбен туады. Біреуі ішсем, жесем, ұйықтасам деп тұрады. Бұлар тәннің құмары. Бұлар болмаса, тән жанға қонақ үй бола алмайды. Һәм өзі өспейді, немесе қуат таппайды. Біреуі білсем екен демелік. Не көрсе соған талпынып, жалтыр-жұтыр еткен болса, оған қызығып, аузына салып дәмін татып қарап, тамағына, бетіне басып қарап сырнай керней болса, даусына ұмтылып, онан ер жетіңкірегенде үй түрсе де, мал шуласа да, біреу күлсе де, біреу жыласа да, тұра жүгіріп, ол немене, бұл немене деп, ол неге үйтеді, бұл неге бүйтеді деп, көзі көрген, құлақ естігеннің бәрін сұрап тыныштық көрмейді. Мұның бәрі жан құмарлығы, білсем екен, көрсем екен, үйренсем екен деген. Дүниенің көрінген, һәм көрінбеген сырын түгелдеп, ең болмаса денелеп білмесе адамдықпен орны болмайды. Оны білмеген соң, ол жан адамы жан болмай, хайуан жаны болады. Әзелде Құдай тағала хайуанның жанын, адамның жанын ірі жаратқан, сол әсерін көрсетіп жатқаны, сол қуат жетпеген, мый толмаған ессіз бала күндегі бұл немене, ол немене деп бір нәрсені сұрай білсем екен деген ұйқы, тамақ та есімізден шығып кететұғын құмарымызды ержеткен соң, ақыл кіргенде орнын тауып, ізденіп кісісін тауып сұранып, ғылым тапқандардың жолына неге салмайды екенбіз. Сол өрістетіп, өрісімізді ұзартып, құмарланып, жиған қазынамызды көбейтсек керек. Бұл жанның тамағы еді. Тәннен артық еді, тәнді жанға басырғызса керек еді. Жоқ, біз олай olmadık. Ұзақтай шулап, қарғадай барқылдап, ауыздағы боқтықтан ұзамадық. Жан бізді жас күнімізде билеп жүр екен. Ер жеткен соң, күш енген соң оған билетпедік. Жанды тәнге басырғыздық. Еш нәрсеге көңілменен қарамадық. Көзбен де жақсы қарамадық. Көңіл айтып тұрса да сенбедік. Көзбен көрген нәрсенің де сыртын көргенге ақ тойдық. Сырын қалай болады деп көңілге салмадық. Оны білмеген кісінің несі кетіпті дейміз. Біреу кеткенін айтса да ұқпаймыз. Біреу ақыл айтса, ой тәңірі кімнен кім артық дейсің дегендей артығын білмейміз. Айтып тұрса да ұқпаймыз. Көкіректе сәуле жоқ, көңілде сенім жоқ. Құр көзбенен көрген біздің хайуан малдан неміз артық. Қайта бала күнімізде жақсы екен біз білсек те, білмесек те білсек екен деген адамның баласы екен біз. Енді осы күнде хайуаннан да жаманбыз. Хайуан білмейді, білемін деп таласпайды. Біз түк білмейміз, біз де білеміз деп надандығымызды білімділікке бермей таласқанда, өлер тірілерімізді білмей, күре тамырымызды адырайтып кетеміз.